国进行有效的合作和协作的一个显著的例子。 Alдағы уақытта шілде айында мен Вашингтонда боламын. Вашингтонда шілде айында боламын. Сол кезде тікелей эфирдің 77 екесін сонда көресіңдер. Вашингтонға кіріп лауазымды тұлғалармен сөйлескенде, мына жағым жерге түсіп қалмаса, мен не әңгіме айтатынымды сендердің іштерің сезіп отыр. Бүкіл дүние жүзінде Қытаймен алысатын саясаткерлер, депутаттар, сенаторлар, зерттеушілер, журналистер ендігі назарын Алматыға аударатын болады. Сонда сендер кімсіңдер? Қытайдан артық бедіңдер? Біз анау азуын айға білеген айдақарыңды білмей, қаншық ит құсап қыңсылатып жібергенде, соларыңның өзі қазір ине жеген ит құсап не істерін біле алмай отырғанда, шарасыз қалып отырғанда, сендер ешкім емессіңдер. Біз 5 жыл осы жұмыстан бір сәтке айырылмай, принципімізден, бағытымыздан айырылмай осы жұмысты істедік. Енді бізде басқа бағыт жоқ, басқа қайтар жолда жоқ. Біз осы жолдан таймаймыз. Біздің алдымызда тау келсе, сүземіз, тас келсе, шайнаймыз. Біз осы жолда ұлттың намысын, ұлттың азаттығын, еркіндігін қорғау үшін біз осы жолда ұстаған жерде қолымыз қалады, тістеген жерде тісіміз қалады. Ер сөзінен қайтпайды, жолбарыс ізінен қайтпайды. Бұл сендерге айтатын қуанышты, жағымды жаңалығым. Яғни бүкіл батыс дәл қазір Алматыға қарап отыр. Бұл бірінші. Екінші жағымды жаңалық. Біздің Атажұрт Қазақ Human Rights YouTube каналы мен ақш YouTube каналымыз тұтасымен копияланып, қосымшасы жасалынып болды. Яғни сыңары егіз жасалынып болды. Әлемдік ірі деңгейдегі IT мамандарының өздері хабарласып, мистер Серікжан сенсің ба, мистер Билаш сенсің ба деп жан жақтан хабарласып, IT мамандары, ол IT-ның не екенін мен білмеймін ғой. Сөйсем ана дүние жүзіне әйгілі миллиардер мамандар екен олар. Миллиардер мамандар хабарласып, міне соңғы 2 тәуліктің ішінде Атажұрт каналы менен ақш каналының копиясын жасап берді. 5 жылдық еңбегімізді 2 тәулікте жасап бере салды. Жуырда ертең арғы күні ол канал туралы ресми түрде ағылшын тілінде мәлімдеме таратылады. Ақпаратқа шығады. Әлемге әйгілі Массачусетс жаратылыс ғылымдар институты MIT арнайы IT ақпараттық саласы бүгін мақала жариялады. Серікжан Біләшұлының YouTube каналы қалпына келді деген хабар жарияланды. Атажұрттың каналы қалпына келді. Ал осындай қазақты көрдіңдер ме бұны? Мақтанғаным емес, бөскенім емес. Қазақ дейтін халықтың тарихында әлемге әйгілі Google-мен алысып, YouTube-пен алысып, өзінің құқын қорғап, каналы жабылғаннан кейін 2 күнге жетпейтін уақытта каналын қалпына келтірген екінші бір қазақты көрдіңдер ме? Бір орысты көрдіңдер ме? Біз мықты емеспіз, біз құдіретті емеспіз, біздің қолымыз созылып айға жетіп тұрған жоқ. Бірақ біз істеген осы жұмыс, біз көтерген осы тақырып бүкіл адамзаттық тақырып. Міне біздің каналымыз жабылғаннан кейін біздің өзіміз шілдеге дейін шектеп тастады, жаңа видео шығармайсың деп, болды дедік. Одан ары қарай тамызға дейін шектейміз, жаңа видео шығара алмайсың деп, бопты дедім. Соған қанағат қылып тамызды күтіп отырғанбыз. Алды да басында бір видеодан бәле тапты, 18 жылы жарияланған. Артынан 2 видеодан бәле тапты, артынан 3 видеодан тапты. Сөйтті де 15 июнь күні алды да бізді тарс еткізіп сендердің каналды бірақ басы бүтін өшірдік деді. Қытайшылдар қуан, мәре, сәре, ішкі Қытайдағы жаңағы IT мамандарының ішкі өздерінің группасында өстіп шетелдегі Қытайға қарсы ең атақты каналды жаптырдық деп ішкі жағында мәз болып жазысқан скриншоттар маған келді. Себебі олардың ішінде де бізді жақтайтын адамдар отыр. Міне, сөйтіп
солар жаңа өздерінің WeChat группасында міне алақайда, майрағайда, тайрағай болып алақайлап шетелдегі ең үлкен Қытайға қарсы YouTube каналды жаптырдық деп мәз болып отырған жерінен араға бір тәулік өтер өтпей біздің каналдың жабылғаны бүкіл әлемдік медиаға шықты. Бүкіл әлем BBC-ден тартып CNN, керек десеңіз Ақсарай, керек десеңіз Англияның үкіметі, керек десеңіз үлкен елшіліктер, үлкен ғылыми зерттеу институттары, IT зерттеу институттары, анау Кремний аңғарындағы миллиардерлер, IT мамандар, олардың бәрі IT мамандары, веб-сайттың иелері, адамдық құқық қорғау ұйымдары, жан жақтан қоңырау шалғанда менің өзім есім шығып кетті. О, Секе, саған бір хатшы керек екен ау. Ағылшынша десең ағылшынша, қазақша десең қазақша сарнайтын бір хатшы керек екен ау дедім. Өкінішке орай маған бір хатшы табылмай тұр. Кім хатшы болады, бір тиын төлемейін. Бірақ тамағыңды, жатын жеріңді көтерем. Мүмкін визаңды да шешіп Америка қалдырам, ойласып отырмын. Бір сақылдаған талантты бір хатшы керек маған. Телефонымды ұстау керек, бәріне жауап беру керек. Сондай адам керек. Мен үлгіре алмай өзім жынды болып қала жаздадым. Міне 2 тәулік ұйықтаған жоқпын. Міне Еуропа оның уақыты бізбен 13 сағат ол айырмасы бар. Азиядан ол хабарласады, olur 12-14 сағат айырмасы бар. Мына Америкадан хабарласады күндіз. Түнімен Еуропа, Азиямен сөйлесем, күндіз Америкамен сөйлесем. Міне. Жер шарында осындай бір екінші қазақ көріп педіңдер? Көрген жоқсың. Оны біз істедік. Мен мақтанғаным емес. Шексіз құдірет иесі бір Аллаға мадақтар болсын. Күллі әлемді жаратқан жалғыз ғана жаратушыға шексіз мадақтар болсын. Бізге осы мәртебені Құдай беріп отыр. Бізді осы дәрежеге Құдай жеткізіп отыр. Біз соған, біз өзіміздің мықтылығымыздан, білімділігімізден, жанталасқандығымыздан жетпедік. Құдай тағала бізді жеткізді сол жерге. Және біз соған лайық болдық. Сіздерді де, бізді де Құдай, сіз білмейтін біздің айыпты, біз білмейтін сіздің айыпты жасырсын, және екі әлемде мәртебемізді биік қылсын. Әмин. Міне сөйтіп, канал қалпына келді. Ол екінші, үшінші қуанышымыз, төртінші қуанышымыз, оның копиясы жасалынды. Ақш каналының да копиясы жасалынды, Атажұрт каналының да копиясы жасалынды. 5 жылдық еңбекті сақ еткізіп, 2 тәулікке жетер жетпейтін уақытта копиялап береді десе, маған бір жігіт айтса, бауырым, ары ойнашы дейтін едім. Бірақ көзіммен көріп отырмын қазір. Міне, алдағы 2 күнде оны жариялаймын. Көзіммен көріп отырмын. Алдағы 2 күнде жариялаймын. Копиясы жасалынды. Міне, оның копиясының жасалынғаны соншалық 2018 жылы қараша айының 5 күні Серікжанның бір лекциясы болса, ана жерде 2018 жылы қараша айының бәленші күні сағат бәленде шығарылған видео деп жазылып тұр. Өстіп копияланды. 2017 жылы бір апа келіп, өзінің Қытайда қамалған ұлы мен келіні туралы арыз берсе, ана жерде тура сол күйі тақырыбымен, сол фонымен тұр. Және сол платформаны жасаған миллиардер IT мамандар хабарласып, сіздің кез келген видеоңыз біздің платформамызда мәңгі бақи қорғалады деді. Болды деді.